Құрметті ағайын, құрметті әріптестер, құрметті достар, бүгінгі біздің мәжілісімізді бастайық. Бүгінгі жиынымызды ұйымдастырып отырған, осы жуырда құрылған, өздеріңіз жақсы білесіздер, Халықаралық қазақ тілі академиясы. Бұл беймемлекеттік, бейүкіметтік болса да, осы еліміздегі ең басты тіл мамандарының басын қосатын ұйым. Осы жуырда білесіздер, біздің үлкен халықаралық қазақ тілі қоғамы мемлекеттік қоғамға айналды. Ол өте жақсы қадам. Біздің ұсынысымыз бойынша бұл іске асқан өзгеріс. Өйткені қазақ тілінің болашағы үшін тек қана тіл мамандары, профессорлар, жазушылар жауап бермеу керек. Тіліміздің тағдыры мемлекеттің қолында болғандықтан министрлер, әкімдер, мемлекет басшылары, үкімет басшылары, біздің халық қалаулыларымыз осы мәселелерге тікелей атсалысқаны жөн деп есептедік. Сондықтан мына енді Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдар академик Өмірзақ Айтбаев, кезінде білесіздер, Халықаралық қазақ тілі қоғамы тіл білімі институттың шаңырағында құрылған. Одан кейін сол жылы театрда жиын болды, 89 жылы үлкен бас қосу. Сол ғылыми мұрагер ретінде біз таза қазақ тілі мен әдебиеті, түркітанушылардың басын қосып, бұрынғы жоспарларды жалғастыруды қолға алып отырмыз. Енді бүгінгі бірінші біздің отырысымыздың тақырыбы, білесіздер, біз жаңа Қазақстанға қазір қадам атқалы тұрмыз. Үлкен бағдарламалар қолға алынып жатыр, үлкен жоспарлар қолға алынып жатыр. Сол ең үлкен сондай бір мәдени саласындағы бағдарламаларымыздың бірі сол рухани жаңғыру, оның өзегі тілдік реформа. Сол жаңа Қазақстанға жаңа әліпбимен біз енуіміз керек. Жаңа тек қана әріптерді ауыстырып емес, тіл табиғатына сай емле жасап, ұлттық терминологияны қалыптастырып, басқа қыруар жұмыстардың бәрін қолға алып, сол жұмысты атқаруымыз керек. Осы істердің бәрі әлбетте қарапайым әліпби мәселесінен басталады. Осы соңғы 1-2 жыл өте нақты, айқын, жақсы көрсетіп отыр. Бірнеше жобалар ұсынылды, ашық айту керек. Саясат араласқандықтан жобалар әртүрлі болды. Бірақ біздің билік, бұны да ашық айту керек, әрдайым ғалымдардың, мамандардың ұсынысына құлақ асып тұрды. Соның салдарынан көріп отырмыз, соңғы нұсқалар әжептәуір жақсы. Соңғы дәл қазір қарастырылып жатқан нұсқада тек қана сол 3-4 дыбысты, 3-4 әріпті орнына қою қажет деп мамандар айтып отыр, және тек қана біз емес, бұны ашық айтып отырған біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Бірнеше рет осы соңғы әліпбидің нұсқасын ұсынған жағдайда Қасекең ашық айтты. Әлі жетілдіру керек, тіл мамандары тағы да зерттесін. Кейбір дыбыстар, кейбір әріптер әлі көңілге қонымды емес деген мәселені. Сондықтан біз бүгін біздің жиынымыз бір жаңа бір нұсқаны ұсыну емес, негізінен айту қажет өте маңызды ақиқат. Ғалымдар соңғы 30 жылдан астам көп уақыт ішінде, және тек қана қазақ ғалымдар емес, қазақ тілшілер емес, осы бүкіл түркі елдерінің мамандары айналдырған сол бір нұсқаны айтумен келе жатырмыз. Енді мен қысқаша бірден онда өзім бір сөзіме көшейін.
бүгін баяндамалар болмайды. Бүгін біз осы бұрыннан көп айтылған, қолға алынған, зерттелген мәселеге тағы да бір рет назарды аударамыз. Біздің осындай ұсынысымыз бар. Қазір енді соңғы мәре ең жауапты әліпбиді тағайындау жөнінде біздің еліміздің басшысы ашық айтты, асығыстық жасамау керек. Осы 1-2 жылда жақсылап бұл мәселені қарастырып, зерттеп, бүгін осы біздің жиынымызға қатысушылардың атынан, мамандардың атынан бұрыннан белгілі және көптеген басқосуларда, конференцияларда, монографияларда, мақалаларда рәсімделген, құжатталған нұсқаны ол 92 жылы Әбділда Туғанбайұлы Қайдар президентке жазып ұсынған. Одан кейін оны насихаттаумен, оны дәріптеумен көп шұғылданған біздің Әлімхан Жүнісбек ағамыз сол нұсқаны біз қайтадан осы жоғары жақтың назарын аударып, бір беттік хатты жолдамақшымыз мемлекет басшысына. Осы бүгінгі жиын өткеннен кейін ертең бүрсігүні сол қол қоятын азаматтар хатты көріп қолдарын қояды. Сосын амандық болса, келесі аптаның басында біз сол хатты әрі почтамен жолдаймыз, әрі баспасөз ақпарат құралдарына, ғаламторға, әлеуметтік желілерге пікірімізді шығарамыз, көрсетеміз. Және хатқа қосымша ретінде, құжат ретінде көптеген мәліметтерді тіркейміз. Мысалы, мына өте жақсы білесіздер, мына ортақ түрік әліпбиі ең бірінші оның нұсқасы 91 жылы жасалған. Бүкіл түркі тілдер үшін, ортақ дыбыстар үшін ортақ бірдей таңбаларды белгілеген ғалымдар. Одан кейін біздің түркі Орта Азиядағы, КСРО-дағы 5 түрік мемлекет тәуелсіздік алғаннан кейін бірнеше жыл ішінде көптеген конференция жиындар өткен. Көптеген жер 92-95 жылдары Өзбекстанда, Қырғызстанда, Түркменстанда, Әзербайжанда бүкіл жиындарда айналып сол бір нұсқаға мамандар қолдарын қойған. Және дәл сол кезде Әбділда Туғанбайұлы Қайдаров бірнеше мақалаларды жариялаған. Осы ортақ түрік әліпбиден бас тартуға мүлде болмайды, бұны қатаң қадағалау керек деген мәселелерді қайталаған. Және өзінің 28 таңбадан тұратын әліпбиін көріп отырсыз. Әп-әдемі, әрине бұл қиял, бір бөтен дыбысты енгізбей, қазақ тілінде 28 дыбыс, 28 таңбаны сол 92 жылы тіл білім институты жоғары жаққа ұсынған. Одан кейін білесіздер, біздің ғалымдарымызға, ұлттық университеттерге және тіл білім институтқа тапсырмалар берілген. Олар бірнеше рет жоспарлы ғылыми зерттеулерді жүргізген, көп мақалалар шығарған, конференция өткізген, жинақтар шығарған, мақала жазған. Соның нәтижесі ретінде 95 жылы баспаға беріп, 96 жылы жарияланған жинақты жақсы білесіздер. Сол жинақта да мақұлданған әліпбиіміз сол бір нұсқа біздің айтып келе жатқан. Одан кейін 2012 жылы түрік кеңесі деген білесіздер, қазір ол түрік мемлекеттер ұйымына айналды. Сол түрік кеңесі де 12 жылы ресми түрде бұл әліпбиді мақұлдады. Мүмкін болған жағдайда жаңа ұлттық әліпбилер жасақтаған кезде біздің туыс бауырлас елдеріміз
осы әліпбиден таңбаларды алғаны дұрыс болар деген ой. Одан кейін біздің түрк академия бұл мәселені зерттеді, бірнеше жыл монография шығарды. Ол да сол бұрынғы біздің ғалымдардың нұсқасы. Одан кейін енді 17-ші жылы біз рухани жаңғыру, өзіміздің латынға көшу кезең басталды. Президент әкімшілігінің жарлығымен комиссия құрылды. Ол комиссияны мен басқардым. Сол комиссия көптеген тілші мамандар, әр саланың мамандары, атақты мемлекет, қоғам, мәдениет қайраткерлері енді. Біз де зерттеп ұсынған нұсқамыз әрине әлбетте сол нұсқа болды. Тап-тұйнақтай көріп отырсыздар. Сол қазақ тілінің сол кезде классикалық латын негізді әліпби дедік. Бірақ саясат бізде сәл басқашалау болды, оны білесіздер. Басқа нұсқалар ұсынылды. Біз бұл нұсқалар енді бір ғалымдарға бұның қатысы тікелей жоқ деп, бұны да ашық айтып жүрдік. 2018 жылы білесіздер, Түркияда 91 жылы бірінші әлем деңгейдегі алфавиттерге байланысты түрк жиын өтті. 2018 жыл қайтадан екінші жиын өтті. Оған көптеген Қазақстаннан бір 10 шақты ғалым барды. Сол бүкіл түрк елдерінің 30 шақты елдердің ғалымдары қайтадан сол мүмкіндігінше бір-біріне жақын ортақ дыбыстарды бірдей таңбалармен таңбалайық деген мәселе қайтадан қолға алынды, қол қойылды. Содан кейін бірнеше жиындар, 19 жылы халықаралық жиындар өткізілді бізде. Оған анау қатысушылардың тізімін ғана атаған жағдайда көп уақыт алады. Бүкіл еліміздегі басты ғылыми мекемелердің бәрі қатысқан. Тіл қазынадан бастап, ұлттық университеттерден бастап, бәрі сол бір ауызды сол ортақ түрк алфавиттің негізінде бізді жасауымыз керек әліпби деген мәселені қабылдай берген. 19 жыл тағы бірнеше жиындар өтті. Былтыр біз өте сондай бір жақсы конференцияны екі жиынды өткіздік. Екі емес, шынында да одан да көп. Сингармонизмге байланысты басқа халықаралық конференциялар болды, бірақ бәрін негізгілерін алған жағдайда бір жиынымыз арнайы осы Қасым-Жомарт Кемелұлының латын графикасына көшу, қазақ тілінің ауқымды реформасы деген тақырыпқа арнап, халықаралық деңгейде Европаның, Американың, Түркияның, Европа, Орта Азия елдерінің ғалымдары қатысып, Ресейдің ғалымдары қатысып, Санкт-Петербургтың, еліміздің ғалымдары қатысып, тіл білім институттың директорынан бастап, сол бәріміз қайтадан қабылдаған шешім сол ортақ әліпби негізінде алфавит жасалу керек. Одан кейін тағы да былтыр жылдың аяғында әдемі бас қосу өткізгенбіз. Оны біздің түрк кеңесі, ол кезде түрк мемлекеттер ұйымы құрылған бастады. Одан кейін Түрксой қостады, біздің білім министрлік қолдады. Одан кейін бүкіл белді ғалымдарымыз баяндамаларын жасады осы тақырыпта. Және хатымыздың ең аяғында осы бүгінгі біздің жиынымызда шағын кішкентай бір қорытындысын келтіреміз. Сосын бұл қосымша біздің хатымызға. Бірақ хатымыз өте қысқа болады, өте қысқа. Біз латын реформа не үшін жасап отырмыз? Жеке басқа түркі бауырлас елдеріне ұқсамайтын жаңа бір алфавит жасау үшін емес, бір-біріміздің жазғандарымызды оқу үшін. Өйткені дәл қазір кезде мына кириллицада мысалы қарашай балқарлармен тіліміз бір, бірақ жазғандарымызды оқи алмаймыз. Біз кирилл алфавит негізде екі алфавит жасап алғанбыз. Әр түрлі, ноғайлар да басқаша алфавиті, құмықтар да басқаша. Тілде ешқандай айырмашылық жоқ. Мына латын әліпбиіне көшудің негізгі мақсаты кезінде біз бүкіл түркі елдер бір араб әліпбиде жаздық ғой. Қандай керемет ғажап болған. Ахмет Байтұрсынұлының сол әліпбиде қала бергеніміз дұрыс дегені сол заман үшін шынында да өте бір ең
ғылыми сондай ең дұрыс бағыт болған. Бірақ саяси мәселелерге байланысты түркі бүкіл әлемі бірнеше әліппемен жаза бастады. Туыс, жақын халықтар бір-бірінен алшақтай бастады. Сондықтан қазіргі негізгі мақсат бір-біріміз жазғанымызды еркін оқып түсінуіміз қажет, ол өте маңызды. Тіліміз түркі халықтарының бір-біріне өте жақын болғаннан кейін ертең терминологияны жақындастырып, тілдерімізді бір-біріне жақындастырып, сондай өте тығыз мәдени кеңістікте жұмыс істесек, әлдеқайда ұтымды, әлдеқайда жақсы болады. Өйткені біздің түркі халықтардың тарихы да ортақ. Бәріміз Қожа Ахмет Яссауиді, Әл-Фарабиді, Қорқыт Атаны бөле алмаймыз. Бұл бәріміз елімізге ортақ бабалар, ортақ тарих. Тіліміз де болашақта мүмкін ортақ болар, бірақ дәл қазіргі кезде бізге қажетті өте ортақ әліпбиіміз керек. Осы үлкен маңызды істе біздің үмітіміз өте зор. Қазақстан алда болады. Өйткені Қазақстанға үміт өте зор. Біздің халқымыз түркі елдерінің қара шаңырағы, түркі елдердің атамекенінде орналасқан. Осы Қазақстаннан көштер атқа мініп ата бабаларымыз сол Европаға да, қиыр шығыстарға да, Сибір жақтарға да, тіпті әрі қарай Мажарстан жаққа да, Корея, Япония жақтарға да көшкені белгілі. Сондықтан дәл қазіргі заманда осындай бастамалар дұрыс іске асқан жөн деп есептейміз. Сондықтан мына біз таза ғылыми кеңес ретінде өзіміздің пікірімізді құжаттап, әрі жоғары жаққа білдіреміз, әрі қалың жұртшылықты да хабардар етеміз. Осындай қарапайым бүгінгі жиынымыздың негізгі мақсаты осы. Бүгін баяндамалар қайталап айтам болмайды. Жиынымызға біз өте көп адамды шақырмадық. Белді ғалымдар, Түркиядан Мұстафа Өнер қосылып отыр. Америка Құрама Штаттарының түркологтар ассоциациясының президенті, қазір бізде Назарбаев университеті түркі тану кафедрасын құрған біздің бауырымыз, әріптесіміз Юлай Мырза қосылып отыр. Қырғызстаннан Қадыралы Қоңқабай қосылып отыр. Өзбекстаннан сәлем айтып жатыр Бердияр Юсуф Мырза. Ол айтады, бізде интернет біресе істейді, біресе істемейді, бірақ мен сіздермен біргемін деп. Бюлен Байрам біздің Түркістандағы Түркология институтының директоры, қазір Бұхара, Самаркандта жүр. Сол Бұхарадан қазір неге Нүкіске бара жатыр. Интернет болған жағдайда мен міндетті түрде қосыламын, бірақ қосылмаған жағдайда да мен біргемін деп. Сондай бізбен бірге азаматтар өте көп. Ең дұғай сәлемді үлкен жолдап отырған мына бүкіл әлем түркі танушылардың ұстазы біздің ағамыз Ахмет Бижан Эржеласун деген ағамызды сәлем айтып жатыр. Сол енді біздің жиынымызға еліміздің белді профессорлары Фаузекең Оразбаева қосылып отыр. Мұрат Сабыр, біздің өңірлерден Болат Боранбай, тағы басқа көп, бәрін енді көріп отырсыздар. Біз мына хатымызды жиыннан кейін өздеріңізге жолдаймыз. Соны қарап шығып, жеке бір формаға қолдарыңызды қойып, бізге келісім бергендер жібересіздер. Асықпай 2-3 күннің ішінде дайындап, әдемі қолдау, саясатты қолдау, осы қазақ тіліміздің болашағын ойлап, сол осындай әдемі құжатты біз бүгінгі жиынның бір шешім ретінде қабылдаймыз. Бүгінгі жиынымызға қатысып отырған Мұхтархан Оразбай деген азамат, бұл арнайы ат терлетіп, қазір Түркиядан келіп отыр. Кезінде 80-ші жылдары Қытайда қиын кездерде Түркияға барып, 4-5 жылдың ішінде Turgut Özal'дың кеңесшісі болып,
біз әлі тәуелсіздік алмаған кезде қолынан ұстап Turgut Özal'ды Қазақстанға алып келген азамат профессор Мұхтархан Оразбаев. Ол жай келіп отырған жоқ. Ол мына бір-екі байында болғаннан кейін оның бір өзінің себебі бар, оны айтады. Ол Мұхтархан қазір Қазақстанда жұмыс істеді, профессор болып, зейнетке шыққаннан кейін енді Түркияда да бір үлкен үйі бар, Анталияда, теңіз жағасында. Бірақ қоймай ол жерде ғылыммен шұғылданып, осы Қазақстанның, Орта Азияның түрік халықтарының тарихы жөнінде кітап жазуда. Сол үлкен бір 1000 бетті кітап жазып, соның бірінші сигналдық нұсқасын әкеліп, бүгін соны көрсетпекші бізге. Ертең оны сатуға шығады ол кітап. Одан кейін мына бауырымыз келіп отыр, Шыңғысхан Жаналтай деген жігіт, жас жігіт. Бұл сол біздің сырттағы қандастарымыз ішіндегі өте белгілі әулеттің кенжесі. Бұның үлкен аталары кезінде Тайвань мемлекетінің құрушылары болған, мемлекеттің мүшесі болған, министр болған. Екінші әкесі Шығыс Түркістанда министр болған. Бір ағасы Лондонда тұрып жатыр, үлкен кәсіпкер, үлкен сонда мемлекет қоғам қайраткері. Басқа ағалары Түркияда, Германияда. Өзі қазір келіп, Қазақстанда мына Қожа Ахмет Яссауи университетінің ғылыми зерттеу институтта сол жетекшілік қызметте бастап отыр екен. Осы елге толығымен көшіп, азаматтық алып, үй салып келіп отырған азаматтар. Басқа қатысып отырған азаматшылардың бәрін таныстырмайын. Біздің ұлттық университетіміздің кафедра меңгерушілері Анар Салқынбай, Әл-Фараби, Раушан Ауақова, түркітану кафедрасының меңгерушісі Әл-Фараби университетінде, Қалыбай Қаламқас профессор, Орнай Жұбаева, мына 91-ші жылы Түркияға барып, ең бірінші нұсқаға қол қойған Валерий Махпиров бар. Онлайн қосылып отырған Тыныштық Ермекова, сосын басқа көптеген ғалымдар. Енді бәрін атамай қояйын, өйткені бұл жерде отырған жастар да, танымал ғалымдар да бәрі әрқайсысы жөнінде сағаттап сөйлеуге тұратын азаматшалар. Бірақ бүгінгі біздің жиынымыз сол тақырыбы өте қарапайым және нақты, және аса көп созылмайтын сондай жиын. Менің сөзім осымен тамам. Мен ойлап отырмын, мына қысқаша, өте қысқа 1-2 минут пікірлеріңізді айтсаңыздар. Ең бастысы, әдемі жақсы құжатты біз осы келесі аптаның басында жолдайтын боламыз. Рахмет. Енді мен ойлаймын, біз Американы сыйлап қалған жұртпыз ғой. Шында да Америка үлкен, оның салмағы да үлкен. Сосын біздің Америка түркітанушылар ассоциациясының президенті салмағы жаман емес, біздің досымыз. Сол Юлай мырза бастасын. Бір қысқа өзіңіздің пікіріңізді. Содан кейін Фаузеке өзіңіз. Yerden bağırım, selametsiz be. Kurmetli ziyalı kavim erikleşler, estiyle жатыр mı? Естіліп жатыр. Жақсы, кешіріңіз, бізде Bodrum'dамын, elektrik kesildi de қазір telefondan қосыламын. Size баяндамаңыз үшін рахмет. Onda bu соңғы variant, соңғы нұсқа жақсы көрінеді, onu қабылдауға мүмкін. Соны қолдаймын, әрине ki. Tek kına bir mesele var, onu Funda Hanım'da soğuk kezdesiyumuzda eski algan edi. Onda emle ereceleri de öte manızlı soğan kara emle ereceleri kalay buladı. Onda su sözü kança erik tangba ben yazıladı. Sonday meseleler. Onda solardın misallarını da jiberirsiniz be. Mesela estiydi, okuydu, solar kalay yazıldı. Solardın misallarını jiberirsiniz be jibergende. Сұрағыңыз өте жақсы сұрағыңыз. Біз енді қазір мына прагматик болу керек дейді ғой. Бірінші сол әліпбиді
біздің қазақтың төл дыбыстары әр дыбысқа бір таңба. Бір таңбамен тек қана бір дыбысты таңбалайық, осы принцип бойынша бір әліпбиімізді жасап алсақ деген мақсат қойып отырмыз. Одан кейін екінші әрине сол төл әліпбидің негізінде емлемізді де біз ашық айтуымыз керек. Біз әліпбисіз болған ел болдық деп толық айтуға правомыз бар. Таза ғылыми тұрғыда. Бізге бір шет тілдің, басқа тілдің бізге ұқсамай тілдің толық әліпбиін берді. Ол жерде артық дыбыстары болса да, соның бәрін біз пайдаландық өзгертпей, сосын қосымша тағы да 10 шақты дыбысты енгіздік соған. Оны бір қазақтың бір ыңғайлы әліпби деп есептеуге болмайды. Әрине сондай жағдайда емледе дұрыс бола алмайды. Бүкіл терминдерді өзгертпей, сол орыс тілінде қалай айтылады, солай жазу керек, айту керек деген талапты орындап келдік. Сондықтан бізде әрине дұрыс әліпбиді қабылдағаннан кейін жақсы тіліміздің өзінің ыңғайына, өзінің заңдарына, табиғатына сәйкес, ахаңдардың ұстанымдарына сәйкес біз емленді жасауымыз керек. Ана кім айтып отырған, бізде ұзын и және ұзын у жоқ түркі тілдерінде. Ондай дыбыстар жоқ. Бізде тек қана дауыссыз дыбыстар бар. Е и краткий және в деген w, тау, сау деген. Бірақ енді орыс тілінде басқаша болған дейін қазір шатасу өте көп. Сондықтан мүмкіндігінше дұрыс Ахмет Байтұрсынұлының принциптерін негізге ала отырып, біз емленді жасауға кірісеміз. Осы мәселеге байланысты мына екінші мәселе Бижомарт мырзаның ақпараты байланысты. Бижомарт, мүмкін қазір айтарсың. Қазір осында келіп айт, осыны. Біз арнайы осындай мәселелерді, өйткені бізге ғалымдарға оңай болса да, халыққа қате сөйлеуге ет үйреніп қалған елге оңай емес. Қазір мына вагоннан айырғысы келмейді қарапайым қазақ. Қалай мен вагон деп айтпаймын, вагон деп айтпаймын. Көрдіңіз бе? Осындай жағдайда қазір бізге көп салмақ түсіп отыр ғалымдарға. Ал Бижомарт кел. Құрметті әріптестер, құтты болсын. Жаңа Ерекең көп мәселені айтты. Мен жалпы осы ұсынысты қолдау жөнінде сіздердің пікірлеріңізді тыңдаймыз. Қазір мен бір осы академияның миссиясы жөнінде айта кеткім келеді. Бұл латынмен ғана шектелмейді. Жаңа қоғам, қазақ тілі қоғамы, оның жұмысы көп, ұйымдастыру жұмыстары көп. Негізінен бұл ғылыми жұмысқа, осы ғылыми жұмысты ары қарай жетілдіру үшін, ғылыми жұмысты жөнге қою үшін, сосын кейін нарық болғаннан кейін бізде тілге қатысты Алтынсарин академиясы, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тіл білімі, Шайсұлтан Шаяхметов атындағы республикалық орталық, сосын кейін Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты деген мекемелер бар, мемлекеттік. Бірақ қазақ тілі, халықаралық қазақ тілі академиясы нарық заңына, азаматтық қоғамның атынан құрылып отырған ғылыми ұйым. Бұның бағыты мынау тілге қатысты, тіл саясатына қатысты, латынға қатысты барлық жұмыстардың ғылыми негізін ұсынып, үкіметке ұсынып көрсетіп отыр. Оның алғашқы нәрсесі бүгін аттанайын деп отыр, жоғары жаққа. Енді негізгі миссиясымен таныстыра кетсем, академияның ол Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі қазақ тілінің ахуалы туралы әлеуметтік лингвистикалық зерттеу жүргізуді және статистикалық мәліметтерді жинап талдау, оның нәтижелері бойынша ғылыми қорытындылар шығарып, тиісті орындарға ұсыну. Бізде тіл саясаты ғылыми негізге сүйеніп жүргізілу керек. Сол үшін әлеуметтік лингвистикалық зерттеу керек. Ол жаңа аталған мекемелердің бірде-біреуінде жүргізіліп жатқан жоқ. Біз осы салада
жұмыстанатын боламыз. Екінші, Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасының сақталуын, орындалуын бақылау орнату және тіл туралы заңнаманы жетілдіру бойынша негізделген жұмыстар жүргізу. Ол қазір қоғамда өте белсенді. Қазір бірақ ол қоғамның жеке адамдардың тарапынан кетіп жатыр. Ал соны жүйелеп дұрыстап ұсыну осы академиядағы соның мүшелерінің, осында отырған ғалымдардың пәрменімен болады. Ең тағы бір, барлығын оқымай қойын, тағы бір нәрсе, балабақша, орта мектеп, жоғарғы оқу орындарына арнап қазақ тілінің оқу бағдарламаларын түзу, оқулықтар мен оқу құралдарын шығару, әдістемелік кеңестер беру, сараптамалар жасау. Қазіргі қолданыстағы оқулықтарға ол да жасалып жатқан жоқ. Жаңағы айтқан қазақ тілінің оқулықтары, қазақ тілінің әдебиетінің кеңес кезінде біздің өзіміздің төл ғалымдарымызбен жасалатын. Кеңес кезінде барлық оқулықтар кеңестің анау Мәскеуден бекітілген оқулықтар арқылы келіп осы жерде аударылатын, ал бірақ қазақ тілі мен әдебиетінің оқулықтары өзімізде жасалатын. Ал қазір, дәл қазір қазақ тілінің оқулықтарын біз шетелден көшіріп әкеліп отырмыз. Сонда жаңағы Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтын, Шаяхметов атындағы орталықты, я болмаса анау Алтынсарин академиясын онда не үшін ұстап отырмыз, егер олар оқулықты жасауға шамасы жетпесе? Ал академия осының бәрін жасап шығарады деп айту қиын. Ол үшін оны жасайтын, оның аппараты ғана емес, осында отырған бүкіл Қазақстандағы ғалымдар ерікті болу керек, өзінің ғылыми пікірін еркін айта алатын болу керек, саясаттан ада болу керек. Сол үшін жаңағы Ерекең айтқан құжатқа өте талаппен барып қол қойылады. Өйткені бұның алдындағы құжаттарда қол қойып, кейін бұны бекер қойдық деген саясатқа байланысты. Сондықтан бұл жерде әлі жұмыс әлі жүреді. Жаңа ғылыми, біздің академияның негізгі органы, жаңағы барлық нәрсеге ғылыми бата беретін, ол ғылыми әдістемелік кеңес. Ғылыми әдістемелік кеңес осында отырған Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты болсын, жетекші кафедралардың мұғалімдерінен болсын, оқытушыларынан болсын, қоғам қайраткерлерінен болсын құралады. Қазір сол жеке-жеке әріптестермен жеке-жеке әңгімелестік, келісімі бар, бірақ қол қою кезінде әлі пысықтаймыз, осы бір-екі күнде пысықтаймыз. Бұл хат бірінші кету керек. Енді жақында алдыңғы жоспарын жариялаймыз. Тек қана латынға емес, жаңаға байланысты барлық жоспарлар осы академияның осындай жиындарында көпшілікке ұсынылып, ғылыми негізделіп, жаңағы жоғары жаққа ұсынылатын болады, және ғылыми негізі көрсетілетін болады. Ол халықаралық Қазақ тілі академиясы болғаннан кейін бұған шетелдік ғалымдар да тартылады, оны сөйлестік. Өзі біз 25 адам болады деп отырмыз, 25 мүшесі болады. Оның 5-еуі шетелдік болады, 20-сы өзіміздің мамандар болады. Оны қазір жарияламаймыз. Әбден пысықтап алғаннан кейін мына жұмыстың барысын көрдік қой енді. Осындай жұмысқа қол қоям, міне осы әдістемелік кеңеске кірем деген адамдардың барлығын пысықтап алғаннан кейін дүйсенбі күні оны жариялаймыз. Менің айтайын дегенім осы, жұмыстарыңызға сәттілік. Алдағы жұмыстар мынау кез келген мәселе бойынша латынның өзін бірнеше бөлікке бөліп айтуға болады. Жаңағы и мен уға байланысты бір үлкен жиын ұйымдастыруға болады. Баяғыда Әлекең айтатын еді, фонетикадан, фонологиядан үлкен халықаралық форумға бардық. Брюссельге деймін, бір жаққа 15 адам келді дейді. Ол жерде сол жаңағы нағыз мамандардың жиыны, саясат үшін, көрсеткіш үшін емес, мамандардың жиыны, солардың шешімі үнемі жоғары жаққа жолданып отыратын болады. Және одан айнымаймыз, ол біреудің мүддесі емес, мемлекеттің саясатының мүддесі емес, ол ғылым қалай дейді, түркітану қалай дейді, шығыстану жолы қалай, соны ғана мақұлдайтын ғалымдардың шешімімен жұмыс істейтін боламыз. Рахмет. Енді Ереке жаңағы бүгінгі
көтеріліп отырған мәселе бойынша пікір айтқан деушілер болса, өзіңіз сөз бере берсеңіз. Рахмет. Жақсы, жаңа айттым. Естіліп тұр ғой менің дауысым. Сонда естіле ме сіздерге? Ананы өшір, қосып бересіңіз. Өшірін айта беріңіз. Бұл ана жиналысымызды ең бір әдемі жақсы жерде өткізіп отырмыз. Алматыдағы ең 5 жылдық қонақ үй, Анкара, Интерконтиненталь. Бірақ мына керемет бөлмеде мына онлайн жиналыстарды жасаудың техникасы әлі аса жетілмеген екен сияқты. Фаузеке, сіз бір ауыз сөз айтасыз ба? Қысқа. Бұл жерде жақсы айтайын, Ереке. Дауысым естіле ме? Өте жақсы естіледі. Сәлематсыздар ма, құрметті әріптестер. Осындағы жанашыр біздің тілдің де, елдің де, ұлттың да жанашырлары аман есенсіздер ме? Мұнда жалпы көп сөзділікті қойып, ең басты мәселені айтатын болсақ, латын әліпбиіне көшу ол жазуды ғана емес, елдің, ұлттың, жалпы ұлттық сананың толық жолға қойылуы болып табылады. Бұл айтылып кел жатқан мәселе. Сондықтан бұған өте ұстамдылықпен, өте сабырлықпенен қарағанымыз дұрыс, біріншіден. Екіншіден, латын ол сауаттылықты, білімді, білікті ұлттық тұрғыдан бір бетке, бір ыңғайға бағындырады. Соған қатысты ойдың бәрін біріктіреді. Үшіншіден, жалпы біздің ұлыларымыздың да, кешегі Әбдуәли ағамыздың дағы айтқан ең басты ұстанымдары ол қазақ тілінің дыбыстық жүйе, таңбалық жүйесі бір дыбыс, бір әріпке тең екендігі айтылды. Осыған қатысты ғалымдар бірнеше сараптама жасады. Сараптамалардың ішіндегі ең қажетті ұстанымды қайтадан жинақтап біріктіру арқылы біз ең дұрысын таңдап аламыз. Сонымен қатар, латын әліпбиіне көшудің ең басты ережесі ол қазақ тілінің, қазақ елінің төл ережесін жартылай емес толығымен іске асыру. Маңызы да сондықтан. Ол өз сөзімізге бола ма, төл сөзге, кірме сөзге, сырттан енген сөздердің барлығын жан-жаққа шашыратпай бір ғана тілдік реформаға, тілдік жүйеге, тілдік ережеге бағындыру деген сөз. Сондықтан қазақ еліндегі білім беру еш уақытта ұмытпайтын, жүректе тұратын нәрсе үздіксіз білім беру жүйесі. Ол бала бақшадан, мектептен, арнаулы оқу орнынан, жоғарғы оқу орнына дейін көшеді. Демек, осы салалардың үздіксіз білім беру жүйесінде толығымен сабақтастығын, толығыменен ережесін, толығыменен төл заңдылықтарын сақтап отырып қана біз дұрыс бағытқа көше аламыз. Сондықтан бәріміз ойланып, өте ықыласпенен, ауызбіршілікпенен бір нұсқаға көшіп, бір бағытты ұстанғанымыз дұрыс. Сонда ғана біз бір-бірімізбенен келісім арқылы ғана үлкен, ең үлкен мақсатқа жетеміз. Бұл ұлттық мақсат, бұл жазу, жазумен қоса мәдениет. Сонымен қатар қазақ тілінің ережесін жаңғырта келіп, қайтадан тілдік жүйені, тілдік реформаны толығымен қалыпқа келтіру деген сөз. Сондықтан ойлана келіп, бәріміз осы бір бағытты қолдайық. Соны іске асырайық, бір-бірімізбен санасайық, бір-бірімізбенен ықыласымызбен әділет жолында, адалдық жолында бүткіл жұмысты бірігіп атқарайық. Үлкен рахмет. Көп рахмет, Фаузеке. Енді мына онлайн қосылып отырған
Мен ойлап отырмын, мына біздің Қызылордадан Болат профессорымыз қысқаша, өте қысқа мәселе, өйткені бізге мамандарға өте түсінікті. Өзіңіз бір ауыз сөз айтыңыз. Одан кейін Мұстафа Өнер, біздің Измирдегі әріптесіміз, қысқа пікір айтты. Меніңше бәрімізге сөйлеу де міндет емес, жиынды көп өткізу де міндет емес. Одан кейін Анар Салқынбай профессор, біздің Раушан Ауақова, мына Валер Махпировты ең аяғына сақтаймыз. Ақсақалды. Жақсы, Баке, қысқа айтсаңыз. Рахмет. Енді ұстаным ортақ қой, осы арада отырғандардың барлығының ұстанымы бір. Менің айтпағым, егерде қазақтың тілінде 28 дыбыс болатын болса, соға 28 таңба алатын болсақ, енді емлемен енді біз енді периферия жүргізін көбірек айналсамыз, көбірек халыққа жақындаумыз. Содан білетініміз, сол емледегі барлық түйткілдің барлығы осы біздегі Әлімхан ағамыз айтқан тілбұзар дыбыстар, әріптердің арқасы. Бұрынғы ережені қарасаңыздар, барлығы солардың ішінен шығады да тұрады. Мен жаңа бір түсінбей қалған соңғы ұсынып отқанда, мынау аш арқылы анау қат, сосын гауһар дыбыстары бар екен, сосын вагон бар екен, енді сол 32 болып тұр ау деймін. Сол шәмәл алыңдатып отыр. Егер 28 болатын болса, бізге емле ережесін жазудың қажеті болмай қалады. Өте дұрыс. Енді жағдай көріп отырсыз ғой, бізде сәл сіресіңкіреп тұрған жоғары жақ чиновниктерге физика деп айтасыз деп түсіндіру қиын болып тұр. Әрине, Әбдіуали Тоғанбайұлы Қайдаров 28 қазақтың дыбысына 28 таңбаны ұсынған. Біз бүкіл терминдерді, бүкіл сөздерді қазақша айтуымыз керек. Бірақ қазір институт демеңіз, институт деп айтыңыз деп, мысалы кезінде Ахмет Байтұрсынұлы комиссарды қазақ ешқашан комиссар демейді. Неге ол тілін бұзып, сындырып, қиналу керек? Ол көміссөр деп айтады деп айтқан ғой. Ал қазір комиссарлар қаптап жүр, оған жастардың еті үйреніп кеткен. Тіпті қазақшалап сөйлеген кезде, енді сондай бір қатып қалған орыс сөздерді мұғалімдердің өздері күледі, қарқылдап. Мына сауатсыз адам ғой, мына білмейді деп сөйтіп. Өте дұрыс. Қазақстан алып тұрса, Фаузия апай ренжімейді деп ойлаймын. Біз ренжімейді бәріміз. Егер көпшілікке ұнап атқан нәрсе ренжімеймін. Неге ренжимін? Аузыңызға май, рахмет. Рахмет. Мұстафа бей, бір даусыңызды білдіріңіз, лебізіңізді тыңдайық. Аса құрметті қауым, ағайын, hanımlar, beyefendiler, sizi İzmir kalasından, Türkiye'nin Ege Üniversitesi'nden selamlarga ruhsat etinizdir. Men Erden Aga Şakırgan'da kutlu bir haber, settilik haberi dep kabuldadım. Okuganda köremin kujatlı. Tek gana bir bette жазылған bolup aparatka jiberilgen bu katta bolgan bütün elifba mümkünlüklerine, erecelerine men de kosuladım. Bunda kateler yok. 2018 yıldan bugüne 4 yıl boyunca biz bilgen, mamanlar bilgen kateler arındırılgan, tazartılgan tesilde öteceksin. Bizden bu 4 yıl boyunca Til Bilim Enstitüsü'nde bolsun, bu ortalıkta bolsun, Casagan baskosularda, kayber simpozyumlarda köp söz aytıldı. Men siz aytkan ereke ol diftonklar, vımı, yığımı öte manızlı problem dep körüne Elimhan Agay körsetkençe ulttık elippi, ulttık fonetika öte baylanıslı fonetikasını, ulttık fonetikasını özünün til ereceliklerini elifliğine keşire almasa o el tevessiz el emez.
Çünkü nege degende 42 tamgası bolgan burungu Kazak elifbiyi Kirilitsa'da kerek bolmagan Urus fonemalarının tamgaları var idi. Kirme sözler, kirgen tilge, alınma tilge, uttuk sözlerden ayrılmayın. Kalay aytılsa, osılay yazılığı gerek. Aytılganşa yazılığı gerek. Bayağına aytıldı. Bizim Türk dilinde. Taktaga yazdım, körünetim. Şov degen söz. Ağılsın dilinden kirgen. 4 tamgamen yazılsa Ağılsın dilinde. Biz alı aytkanşa 3 tamgamen şov dep körsete alamız. Görünemiz. Şov. Biz anda sıhı dep Ağılsın dilinde bolgan şeyli yazı gerek emas. Taksi sözü. Tagın bizge Batıstan kirgen söz. O taksili anda X men yazılgan dep biz öz ultluk elifbiğimize X degen tamganı koymadık. Bir de keregi yok. Biz 100 yıllık ultluk soğuslar jasap tevessizlikli kolga algan halk bolup, millet bolup, ult bolup kirme sözler için ayrım elifbi jasamadık. Kayda tevessizlik var. Anda ultluk elifbi kerek var. Bu bilinir. Bu kirme sözler turalı bir de oynav gerek. Menişe mülde alar kaysı tilde kaysı yazılı dep bastı vatu gerek. Benimce kirme sözler ultluk elifbide ultluk fonemalarmen yazılığı gerek. Tek gana bizim ultluk sözlerimiz, tamır tübür sözlerimizde bolgan, Kazak dilinde bolgan öz sözlerdeki diftonglar söz azagında mı, söz ortasında mı bolgan ereke aytkan diftonglarını cazu öte hajet. Alar konsonant bolup, dıbıssız bolup yazılığı gerek. Alar için ayrım tamgaga gerek yok. Yulay Mirza aytkanşa bularının emleleri ötemanızdı. Sözlü uzun aytmayın. Men kosulamın projekte septilik tabıslar dileyim. Rahmet. Rahmet Mustafa Мырза. Шында да мына біз әдістеме кеңесін не үшін құрып отырмыз? Ғылыми әдістеме кеңес. Бұл осындай мәселелерді жеке-жеке бір ғана мәселе, өйткені мәселе өте көп. Ол грамматикаға да байланысты, фонетикаға да байланысты, емлеге де байланысты. Сондай жеке-жеке мәселелерді алып, талқылауларды ұйымдастырамыз. Және бүгінгі сол тәжірибені пайдаланып, міндетті түрде видеоға жақсылап аламыз. Сосын хаттарды билікке де, министрліктерге де жолдаймыз. Және бүкіл жұртшылықты да хабардар етеміз. Өйткені қарапайым адамдар да есту керек, тыңдау керек, үйрену керек. Осындай мәселелерді бойларына сіңіре берген жөн деп есептейміз. Көп рахмет. Енді біздің басты Әл-Фараби университетінің осы қос қанаты қазақ тілі кафедрасы және түркітану кафедрасы. Анар Салқынбай ханымды тыңдайық. Ана жаққа шығып айтсаңыз, Жансая қосып береді. Қысқа сондай бір көп. Әріптестер, құрметті ғалымдар, латын қарпі туралы көп айтылды, көп жазылды. Бірақ өздеріңіздер соңғы кезде бұл мәселе әсіресе күнделікті әлеуметтік желілерде аңғарып жүргеніміздей, осы латын жазуына көшу деген көпшіліктердің саясатының қалыбына түсеміз деп латын жазуын қойдық па деген сияқты осы төңіректе халық арасында, ел арасында әңгімелердің де көбейіп тұрған тұсы екендігі рас еді. Сондықтан Ерден мырза ең алдымен мынау жазуды қайта көтеріп, жазу мәселесін қайта көтеріп, осыны еліміздің президенті Тоқаев мырзаның атына ашық хат ретінде ме осылай хат сипатында жазамыз дегеніңізді Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары, студенттері түгел қолдайды.
Сондықтан бұл мәселе нақ сәтінде көтеріліп жатқан мәселе деп ойлаймыз. Екінші айтайын дегеніміз, жаңағы мынау шетелдік ғалымдардың санасы, шетелдік ғалымдардың қабылдағанын біздің кеңес кезеңінде өскен, кеңес кезеңінің суын ішіп ауасымен демалған ғалымдардың әлі күнге дейін сол қабылдамай отырғандығы рас. Біздің сол 28 дыбысқа 28 әріпті жаза алмай кішкене қарайлап отырғанымызды да мойындауымыз керек. Ереке, сізден өтініш, мынау біздің бүгінгі ұсынайын деп отырған жазуымыз біріншіден латын негізді деп аталмай қазақ жазуы деп аталса. Екінші айтайын дегенім, мынау бұл тақырыпқа қатысты. Латын екендігін енді қазақтың барлығы білет, өзіңіз айтып отырған басшылар да білет, сондықтан осы жерде қорықпай ұсынылып отырған жазуды нұсқасын қазақ жазуы деп бірден берсек деп ойлаймын. Екінші айтайын дегенім, біздің енді бұл ұсынып отырған жазуымыз бұл бір 10 жылға, 20 жылға жазу ұсынып қазақ әбден үйреніп қалды. Өзіңіз білесіз ғой, 100 жылда біз 4 рет жазу ауыстырған әлемдегі жалғыз ұлтпыз. Енді біздің мынау ұсынайын деп отырғанымыз осындай бір канондық жазу болса, біз 100 жылға, 500 жылға ары қарай кете беретін жазу болса, сондықтан шынында да жаңағы Мұстафа бей айтып отырғандай, жаңағы яғни мынау соны таңбасын шынында да ойланып барып, сол вагонды бермей-ақ бірденен әлгі өзіміздің қазақ тіліндегі қазақтың таңбасымен таңбасымен берсек те сол көп нәрседен біз ұтып кететін сияқтымыз. Осыны ойланса екен деген сізге ұсыныс айтқым келеді. Ал бүгінгі жаңағы Бижомарт мырза айтып отырған ғылыми әдістемелік сараптама кеңесі бұл дер кезінде қойылып отыр деп ойлаймын. Өйткені осындай мынау қазіргі таңда әсіресе білім жүйесінде, білім кеңістігінде жаңа бір ұлттық бағдарламалар ұсынылып жатыр. Әсіресе біз қазір соған осында біраз ғалымдар бүгін ертең жолға шыққалы отыр. Мынау Қаламқас ханым біледі, Орнай ханым біледі. Біздің министріміз Асхат Аймағамбетұлы ұлттық құндылықтарды негіздей отырып қазақ оқулықтарын жазуға бел шешіп кірісіп отыр. Оның біз осыдан былтырғы жылдары концепциясын, яғни тұжырымдамасын жасаған едік. Енді осы оқулықтың бағдарламалары, ағарай типтік бағдарламалар жасалғалы жатыр. Сондықтан да әдістемелік бүгінгі құрылғалы отырған әдістемелік орталықтарымыз бұл дәл уақытында жасалып отырған бір үлкен бір шешімді жұмыс болады ғой деп ойлаймын. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Болдым. Көп рахмет, Анар ханым. Енді жаңа айтып кеттім басында, біздің Әл-Фараби университетіміздің сол қос қанат деп. Жақында жуырда құрылған түркітану және тіл теориясы кафедрасының меңгерушісі Раушан ханымға. Иә, сол жаққа шығып. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, конференциямызға қатысып отырған қайырлы күн онлайн әріптестер. Сіздерді бүгін осындай тарихи маңызды күнде сіздермен бірге отырғаныма қуаныштымын. Ерден мырза, осы жиынға шақырғаныңыз үшін әдейі сізге де көп рахмет айтамын. Менің ойымша, жалпы бүгін осы үлкен абай залында отырғанымызда, интерконтиненталь деген осындай керемет бір мейманханада отырғанымызда, ол біздің ана кезінде Горбачев айтып еді ғой, лед тронулся деп, мұз қозғалды деп, яғни біздің мәртебеміздің өскені. Себебі шынымен бүгін осындай тарихи кезең, тарихи күн. Мен жаңа өзімнің әріптесім, досым Анар Бекмырзақызының сөзін ары қарай жалғастырғым келеді. Мен әрқашан жиындарда айтам, өзімнің студенттеріме айтам,
әлемде 6 мыңнан, кейбіреу айтады 7 мыңға дейін тіл бар дейді. Кез келген тіл, көптеген халықта тіл бар, бірақ барлық халықта әріп жоқ. Сол әріпі бар, өзінің графикасы бар. Осы графикамен біз ол жазылып қалғаны 5-6 ғасыр деп айтсақ, ол тасқа қашалып, кәдімгі сұрыпталып, оған дейін жүйренге дейін, оғандан бірнеше мың жылдар өткен шығар. Сондай әріпі бар, сондай графикасы бар. Ата бабаның ұрпағымыз, оған біз мақтанамыз, оған қуанамыз. Сондықтан да жалпы мен ойлаймын, сол кезден бастап жалпы графиканы жазу, осындай біздің басымызға осындай бір бақ қонған, сол бақ қонған ұрпақпыз. Мен мақтанамын онымен. Студенттеріме де айтам, сендер де мақтаныңдар деп. Ертең мектепке барғанда да оны білу керек, себебі біздің тарихымыз, біздің өркениетіміз ол өте әріде жатыр. Жалпы мен ойлаймын, осы графикамызды түзегеннен бастап, әрпімізді түзегеннен бастап, біздің тарихымыз да түзеледі. Себебі тарихымызды әлі өзіміз жазған жоқпыз, біздің тарихымызды осы уақытқа дейін бізге жазып берді. Сондықтан менің ең бірінші ойым, түркі тарихы қайттан жазылу керек, ол өзінің бағасын алу керек, өзінің өркениеттегі орнына ие болу керек. Сондықтан да бізде түркі консолидациясы, түркі әлемі, түркі дүниесі деген үлкен осындай империя бар. Ол империяны ұмытпауымыз керек. Мен түркітану кафедрасында басқарып отырғаннан кейін мен әрқашан тек қазақ халқының немесе ұйғыр халқының атынан емес, түркілер деп айтам. Сондықтан жалпы Ерден мырза қалай болады екен, егер біз енді бірден осы латын графикасына өткен мемлекеттер бар, түркмендер бар, өзбектер бар. Біз деген енді көп ойландық, көп толғандық, асықпай келе жатырмыз ғой. Анау асықпаған қоян мен арба мен қоянды қуып жетеді деген осындай үлкен мақал қалдырған осындай халықтың ұрпағымыз. Сондықтан жалпы осы біздің қабылдаған графикамыз, әрпіміз түркілердің басын қоса ала ма? Бәріміз осы біздің пішкен тонымызды басқа түркі мемлекеттері қолдай ма? Сондай мүмкіндік бізде бола ма деп. Себебі жазуымыз бірге болса, біздің тіліміз ортақ қой. Тіліміздің ортақтығы қашпайды, тіліміздің ортақтығы білінеді. Бір-бірімізге беретініміз, бір-бірімізге үйренетініміз көп. Бұл менің ең бірінші сондай бір сұрағым. Сол ортақтанса, сол кезде ортақ тіл, қай тілде сөйлейміз деген мәселе болмайтын еді. Себебі жазу ортақ болса, яғни тіліміздің ортақтығы бірден көрінетін еді. Қарашайларды оқи алмай, немесе түріктерді оқи алмай тұрмайтын едік, ондай проблема болмайтын еді. Сол енді тағы да үлкен бір бізде осы уақытқа дейін ұлттық білім беру концепциясы, ұлттық білім беру жүйесі деген ұмыттық. Әйтеуір кім нені берсе, Америка осы уақытқа дейін кеңес үкіметінің ең жаман бір қалдықтары да біздің білім беру жүйесінде қалды. Балон несінің концепциясында ең бір жаман жерлері балондықтар, европалықтар өздері қабылдамайтын осындай бір кейбір жүйелер бізде қалды. Осы ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырсақ, менің ойымша, осы біздің жаңағы Анар ханым айтқан қазақ әліпбиімен бірге осындай проблемалар шешіледі деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет. Раушан ханым, шынында да өте маңызды бірнеше мәселені көтердіңіз. Біз мына әдістемелік ғылыми кеңесімізде ойлап отырмын, осы әр айтқан үлкен проблемаларыңызға арнап жеке-жеке жиындарды ұйымдастыратын шығармыз. Мына байқадыңыздар, бүгінгі жиында әрі халықаралық қазақ тілі қоғамы, әрі өзіміздің бұрыннан келе жатқан әдемі халықаралық түркітану орталығымыз бар. Сол да ұйымдастырып отыр. Мына Раушан ханым айтқан түркологиялық проблемалар да өте маңызды. Бізде өзіміздің төл жазуымыз бар. Мыңдаған жыл бұрын жүздеген туындылар паш еткен біздің бабаларымыз. Онды біз ұмытпауымыз керек. Қазір жақсы бір нәтижені біздің мадияр бауырларымыз Венгрияда көрсетіп отыр. Олар сол Орхон Енисей алфавитін насихаттап, жастар өздері насихаттап, қазір бүкіл ресми жазулар көше қала аттарының жартысының жанында көне түркше жазу тұр. Және сондай модаға айналдырып жүрген қарапайым халық, түрлі адамдар өздері барып, арнайы құрған курстарда көне түркше үйреніп, қазір көне түркі алфавитінде, Орхон алфавитінде оларда газет шығады, кітаптар шығады. Ал зиялылар модаға айналдырған. Мына визиткаларының міндетті түрде артқы жағында
көне түркше жазады. Біз бұл мәселелерді қолға аламыз, міндетті түрде оны ұмытпауымыз керек. Әл қазіргі кезде біздің тіліміздің, мәдениетіміз жағдайы, біз енді үйреніп кетсек те ашық айту керек, өте қиын жағдайда, ол бәрі тілден басталады. Енді дәл қазіргі кезде мына латынға көшіп, аздап етек жеңімізді жинап алсақ деген ой. Өйткені дыбыстан екі есе көп таңбасы бар алфавитпен тілді көркейту мүмкін емес. Ахмет Байтұрсынның әліпбиінде білесіздер 24 ақ таңба болған жеткілікті. Шында да көп таңбалардың көбейтудің қажеті жоқ. Жаңа бауырларымыз айтқан пікірлер өте орынды. 28 таңба кемінде бекітсек қандай керемет болады. Тек қана төл дыбыстардан тұратын әліпби жасаған жағдайда емле жасауда оңай болады. Бірақ өкінішке орай біздің бүгінгі қазақ тілінің жағдайы бізге үйреншікті болып көрінсе де мүлде мәз емес. Өкінішке оны да ескеруіміз керек. Бірақ қазір дұрыс әліпбиді мына өзбектер, түркмендер, ертең қырғыздар, татарлар пайдаланатындай еркін, ортақ сондай әліпбиді біз қабылдауымыз керек деп есептеймін. Ол кейін арнайы жиналыс жасаймын. Енді тағы сөз сөйлеймін деген азаматтар бар. Мына Абай университетінің, мына жерде Орнай Жұбаева деген ахаңтанушы қазір керемет үлкен жақсы кітап шығарды жуырда. Терең осы ахаңтанушылар бізде көп емес. Алаштанушылар өте аз. Ең негізгі мәселе осы біздің тарихымыздың көне түркі жазу. Ол керемет бір өркениет қой, өркениет. Бүкіл әлемді басқарған мыңжылдықтар болған. Біз маман санаулы осындай жағдайда. Абай университетінен қаламқас профессор келіп отыр. Бірау сөз айтуға болады. Мұрат Сабыр қосылып отыр ғой сондықтан. Бір ауыз пікір айтайық, сосын жиналысымызды аса көп ұзатпай, алыстан ат тербетіп келген Мұхтархан Батырға сөз береміз. Ол алфавит туралы бір ауыз сөз айтады, сосын өзінің кітабын көрсетеді бізге, сонымен жиналысымызды бітіреміз. Қымбатты жиналған бүгінгі зиялы қауым, бір келелі бір игілікті істің бастауын көтеріп жатыр екенсіздер. Алдымен сәттілік тілеймін, құтты болсын мынау бүгінгі іс-шараның бастауы. Енді шынында мынау латын әліпбиіне қатысты ғалымдар шешетін мәселе бар. Бұл жерде осы қандай әліпбиді таңдаймыз дегенде елдің арасында мынандай сұрау жүргізу арқылы шешу деген сондай бір үрдіс белең алып, сол көбіне алдыңғы қатарға шығарылып отыр. Осындай мәселе мынау біздің емлеміз өзі көп талқылауға түскен халықпыз ғой. Сол бұрынғы талқылаулардың тарихына қарап отырсақ, кезінде Константин Юдахин деген мықты ғалым болғанын білесіздер. Қырғызтанушы, жалпы түркітанушы. Сол ғалым осы айтқан екен, осындай жаңағы халықтан сұрау жүргізу арқылы емленің мәселесін шешуге болмайды деп. Емленің мәселесін, әліпбидің мәселесін ғалымдар шешіп беру керек. Ол біздің негізгі міндетіміз деп. Міне біз қазір сондай жол айрықта тұрмыз. Шын мәнісінде біздің әліпбиіміз басқа түркі халықтарының әліпбилерімен салыстырып қарасақ, артықшылықтары енді көп айтылды ғой. Емле ережесіне қатысты кемшілікті біз қолдан жасап алған халық екенбізді тарихына қарап отырсақ, и мен удың айтысы ол бізден басқа түркі халықтарында ол болған да жоқ. Олар сингармонизмді сақтап отыр, өздерінің әліпбиінде. Енді қырғыздың сәл жіберіп алған кемшілігі, ол мынау қ менен к-ны бір таңба деп тану керек деп, осы жерден сәл мүлт кеткендері болмаса, ол кісілердің ерін үндестігін сол күйінде қалдырып,
езүрік үндестікте де еріндік үндестікте де күні бүгінге дейін мына сөздің арасындағы естілетін әуезділікті сақтап тұрған дауысты дыбыстарды сақтап жазулары ол кісілердің тілінің әуезділігінде әлі күнге сақталып отыр. Ал біздің тіліміздегі осы мүлт кеткен жеріміз осы и мен удың айтысын 24-ші жылғы болған айтысқа арқа сүйей отырып ары қарай жалғастырғаны сол біздің осы екеуінің арасын ашып алуды қажет ететін сияқты бір мәселе бар да осы арада. Себебі 24-ші жылғы айтыс меніңше ол анау бұрынғы араб жазуының әсерінің аясынан шыға алмай жүрген кездегі айтыс еді да. Ал кейінгі и мен удың айтысы ол біздің мынау орыс тіліндегі кәдімгі Жұбановтың 34-ші жылғы ұсынған жобасындағы орыс тіліндегі беглогласный ұғыммен шатастырудан келіп шығып тұрды. Міне осыдан келіп бізде бұл бір сондай бір бітпейтін айтыс сияқты әлі күнге дейін созылып келе жатыр. Мына бүгінгі біздің сізбен біздің бастап отырған осы елбасына жазылатын хаттың аясында меніңше осы мәселелердің барлығын келешек бір үлкен зерттеулер жүргізу керек сияқты. Үлкен істерді бітіруге болады деп ойлаймын осы іс-шараның аясында. Сондықтан осында отырған ғалымдар, жалпы жиынға қатысып отырған түркиялық, шетелдік ғалымдар барлықтарыңызға осы іске бір бірлік танытып, ары қарай бір нәтиже шығаруға тілектестігімді білдіремін. Рахмет барлықтарыңызға. Көп рахмет. Қонбас ханым, мына қарап отырмын. Мына Жұмағали Абуов ағамыз қосылып отыр екен. Бұл Әлімхан ағамыздың жан досы, профессор үлкен ағамыз. Кім Осман Қабадайы қосылып отыр екен. Болат Жексенбеков әріптесіміз, тағы көптеген сол Тыныштық Ермекова деп басында айтып кеттім. Өтініш мына чатқа өздеріңіздің электронный почтамен қолдайтын азаматтар электронный почтамен анау WhatsApp-тарыңыз, телефондарыңыз бар болса жазсаңыздар, хаттың үлгісін сіздерге жібереміз. Қолдаған жағдайда қолды қойып бізге жолдайсыздар. Сосын амандық болса 2-3 күннің ішінде әдемі хатты сол жоғары жаққа жолдаймыз, жібереміз. Енді мен бүгін әрине осындай сәтте Әлімхан Жүнісбек ағамызды еске алмау мүмкін емес. Әлекең арамыздан кеткені өте ауыр болды, өйткені белсенді жұмыс істеп жүріп кенеттен мына аурудан коронавирус деген неден кетті. Бір аптадай ғана ауырып байқамай қалдық. Сол Әлекеңнің досы Жұмекен бірау сөз айтсам десеңіз, сізге рұқсат береміз, бірақ көп сөйлеуге рұқсат бермейміз. Тағы да сөйлейім деген азаматтар болса, бір ауыз сөз айтуға болады сөздеріңізді, бірақ міндетті емес. Меніңше дәл қазіргі заманда енді сөзден іске көшетін заман ғой. Бәріміз бұл мәселені жақсы білеміз. Әсіресе тілге байланысты проблемаларды айтып бітіру мүмкін емес. Әрине 42 әріппен оның жартысы қазақ тіліне қатысы жоқ жазған халықта проблема көп қой. Біз енді әліпбиімізді жөндеп алсақ, проблемамыз азаяды. Болат бауырымыз айтқандай 20 таңбалы әліпби жасасақ, онда мүлде проблема болмайды, бірақ қорқып отырмын, проблема аздап қалатын сияқты. Бірақ сол мүмкіндігінше азайтып, өйткені мен ойлаймын, қазір осы 32 таңбалы біз ұсынып отырған әліпбиді біз қабылдасақ, бір 10 жылдан кейін әліпби орында тұрмайды, ол жетіледі. Міндет түрде біз арыламыз. Тілімізде жоқ дыбыстардан, дыбыстармен бірге әріптерден, ол сөзсіз. Ерекенің өте қолдаймын. Жаңағы Анар ханым дұрыс айтты, осыны қазақ жазуы. Жаңа Қазақстанға жаңа қазақ әліпбиі деген сияқты атпенен кіргізсеңіздер,
нұр үстіне нұр болар еді. Қолдаймын, қол қоямын, алға сәттілік тілеймін. Ой, керемет. Осындай қысқа нұсқа баяндама жасағаны үшін Жұмеке сізге ерекше алғыс айтамыз. Енді біздің ақаң танушы Ахмет Байтұрсынұлы ережелері әлі қазақ тіліне оралмай тұр. Ахмет қазақ тілінің грамматикасының негізін қалаған ақаңның ережелері әлі толық тілімізге кіре алмай тұр. Сол орнай бір сөз айтыңыз. Жалпы кейін арнайы осы мәселелерге біз жеке бір ғана проблемаларға арнап жиналыстарымызды өткіземіз амандық болса. Қазір қысқа. Сәлем бердік. Ең алдымен осылай бас қосып, өздеріңізбен аман есен кездесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жиналысымыз жазылып отыр, кейін видео шығарамыз, жасап жариялаймыз. Ахмет Байтұрсын айтқан болатын, халықтың өмірі бір жылдап, 10 жылдап, 100 жылдап салынбайды, 1000 жылдап салынады. Сол 1000 жылдаған өмірінде өзіндік дағдылы жолы болады деп. Осы орайда мен шын өзімнің ғана пікірімді айтқым келеді, оған қосыласыздар ма, қосылмайсыздар ма? Меніңше латынға көшудің қажеті жоқ. Ол көп ақшаны керек кетеді. Теңгеден бастап паспортымызға дейін түгел ауысады. Және оны ауысқан кезде бұрынғы өзіміздің әліпбиіміздегі кәдімгі Ахмет Байтұрсынның ұстанған принципімен ауысайын деп отқан жоқпыз. Бәрібір де Ф, В қалатын болса, түгел қанша шығын ол ақтамайды. Оқулықтарды қазір балалар мобильді, тез жазғысы келеді, тез оқығысы келеді, тез кім кітап оқиды. Латынға көшсе 40-тан асқандар оқымайды латынды. Осының бәрін ескеру керек сияқты. Сондықтан 1926 жылы Бакуде баяндама жасаған кезде Ахмет Байтұрсын айтқан болатын. Ол қазақ жазуына, түркі жазуына көшпейтінін біліп, орталық комитеттің қаулысы алдын ала шығып қойған білгеннен кейін Ахмет Байтұрсын айтқан болатын. Ең болмағанда орыс жазуына көшейік. Біз қазір орыс жазуында отырмыз. Әрине 42 әріп біздің тіліміздің дыбыстық жүйесіне сәйкес келмейді. Сондықтан ол жердегі бас артық әріптердің бәрін алып тастасақ, сосын ең болмағанда осы әріппен өзіміздің емлемізді түзсек, осымызды дұрыстап алсақ, одан кейін бар бізде бірден бір жазу, жаңа 1000 жылдық тарихында жазылған жазу, ол Ахмет Байтұрсын төте жазу болды. Ал түркі жазу ол кезде біз әлі қазақ болған жоқпыз. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде ол менің пікіріме сіздер қосыласыздар ма, қосылмайсыздар ма, бірақ менің ойым осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мына орнай нағыз шынайы ақаң танушы болғаннан кейін басып айтып жатыр. Ақаңның пікірі шынында да мына латынға көшуден ең көп зардап шеккендердің бірі ол Түркия. Түркия Ататүрк латынға алфавитін неге көшірді? Біздер көше бастағаннан кейін. Әзербайжан, қазақтар біз көше бастадық. Сонда Ататүрк біз ертең бауырларымызды түсінбей қаламыз, олардың жазғандарын оқи алмай қаламыз деді. Бірден көшірді, өйткені бір ақпараттық кеңістікте болуымыз маңызды болғандықтан. Одан кейін бізді Кириллге қайттан аударып жіберді. Сөйтіп бәрібір бірге бола алмай қалдық. Әрине, бәріміз қазір көне түркіге немесе арабқа ауыссақ жақсы болатын еді, бірақ өкінішке орай бүгінгі жағдайда Кириллде қалу мүмкін емес, өйткені КСРО-да сол бір Кирилл алфавиті негізінде 20 вариант жасады. Айттым ғой, қарақалпақтардың жазуларын оқығанда да қиналасың. Өйткені кейбір Қ, Ғ, У деген дыбыстарды бір Кирилл алфавитінің негізінде түрліше басқаша жазған. Қазір енді латынға енді көшіп алуымыз керек, бірақ ғалымның пікірі өте орынды деп есептеймін, және ғылым тек қана бір-біріне қайшы, бір-біріне қарсы пікірлер болған жағдайда ғана дамиды. Ондай пікірлерге біз қуанамыз. Осман Қабадаи біздің бауырымыз көрініп тұр. Мен ойлаймын, мен сөз сөйлеймін. Мұрат Сабыр бір сөз айтты. Көптеген біздің жиналыстарымызға қатысып, үндемей сөз тимей қалды. Біздің керемет жақсы маманымыз, әрі түрколог,
түркітанушы әрі қазақ тілі маманы. Қысқа бір-екі ауыз сөз айтсаң. Ассалаумағалейкум Ерден аға, құрметті зиялы қауым. Дауысым естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Бүгінгі көтеріп жатқан мәселе өте өзекті. Біз шын мәнінде осы елде отырған ғалымдар бұл Әлімқан ағайдың идеясын ежелден қолдап жүрміз. Сондықтан біздің жаңа қазақ әліпбиі сол жаңа ортақ түркі әліпбиінің негізінде жасалып, түркі дүниесін біріктіретін жазулы нұсқа болса өте дұрыс болар еді деген ойдамыз. Яғни біздің әліпбиіміз сол түркі дүниесінен алшақ кетпеу керек. Сондықтан жаңағы менің алдымда ғалымдар да бүкіл мәселелерді айтып жатыр ғой, енді біз соларды қолдаймыз. Әсіресе мына Емеледе жаңа У мен Идің айтысы, осыны кезінде Рабиға апамыз айтып кетті ғой енді соңғы кезде. Сондықтан бізге мына орыс тілінде фонетическое освоение деген үлкен заң бар. Ол қазақ тілінде де бар. Біз қазақтың дыбысы, қазақтың әріптері, ол кез келген шеттен келген дыбыстарды игере аламыз. Сондықтан біздің емлемізде кірме сөзде, термин сөзде қазақ тілінің заңдылығымен жазылады деген ереже болса, көп мәселе шешілер еді ғой деп ойлаймыз. Сондықтан осы үлкен ұлыстың басында тұрмыз, осы ісіміз сәтті болсын. Яғни ұлттық, жаңағы Мұстафа өнер айтқан, әліпби ұлттық болу керек деген идеяны біз шын мәнінде қолдаймыз. Сол ұлттық негізде әліпбиіміз жасалса, жат дыбыстардан, жат әріптерден арылсақ, біздің әліпбиіміз дұрыс бағытқа түсер еді ғой деген ойдамыз. Жақсы. Көп рахмет. Мына Жұмекен бастаған керемет жақсы дәстүрді жалғастырып, осындай қысқа бірау сөз бәріміз айтып шықсақ, бір-екі сөз. Осман бей, қысқа. Түсіндім ағай. Барлықтарыңызға Түркия мемлекетінен біріншіден салам жіберемін, ыстық салам жіберемін, қабыл алыңыздар. Әрине Қазақстан мемлекетінен кириллицаны тастап латинге көшу керек. Türkiye halklarının içinde tevhidsiz memleket bolup tek kana Kazakistan menen Kırgızistan kaldı. Kazakistan Latinge köşetin bolsa arayını Kırgızistan da sonu Latinge köşet dep oylayman. Latinge köşüde arayını galımdardın pikiri öte mаңызды. Galımdar kanday Latinge kabıldasa ortak elipbi bolganda soğan köşede dep oylayman. Bir neşe ülgüler var Latin turalı. Kazakistan en durusunu kabıldaydı, en durus şeşimdi kabıldaydı dep senemin жұмыстарыңызда сәттілік тілеймін. Рахмет ағай. Көп рахмет. Осман мырза, шынында да қырғыздар да көшеді, қазақ дұрыс көшсе, татарлар да көшеді. Татарлар білесіздер, 90-шы жылдар олар үкіметтің қаулысын шығарып көшкен. Бірақ жоғары жақ рұқсат бермеді, айтты парламент заң қабылдау керек деді. Одан кейін олар парламентте қаулы қабылдады. Бірақ бәрібір жоғары жақ рұқсат бермеді. Татарлар сотқа беріп, конституциялық сотқа беріп, 1,5 жыл соттасты. Ең жоғары билікпен. Әрине енді бір унитарлы сондай ел болғаннан кейін рұқсат бермеді. Бірақ татарлар, башқұрттар, якуттар, хакастар, Тува, Алтай, Хакас, Қарашай, Балқар, Ноғай бәрі дайын, әліпбилер жасақталған және бәрі осы ортақ түрк әліпбидің негізінде жасалған. Болат мырза, сіз де мүмкін бір ауыз сөз пікіріңізді айтыңыз. Қысқаша кейін толығырақ өзіңіздің тақырыптарыңыз бойынша біз шақырамыз талқылауларға. Енді құрметті әріптестер, қадірлі қазақ тілінің жанашырлары, бүгінгі басталып отырған іске біз тек қана сәттілік тілейміз. Ақ жол. Өйткені қазақ тілінің мәселесін қазақ тіл ғалымдар айтпағанда кім айтады? Сондықтан да ұлы ақынның жолымен қазақ тілінің ұлттық әліпби жасау, тілімізді мына Фаузия апа айтқан сияқты барлық мына оқытудың бірыңғай жүйесін қалыптастыру жолындағы іске тек қана сәттілік тілейміз, қолдаймыз. Ұсыныстарымызды сосын тағы да жеткізерміз. Рахмет. Көп рахмет. Осындай қысқа нұсқа бізде ең бірінші Түркияға барып университет бітірген, біз Қазақстан әлі тәуелсіздік алуға бірнеше жыл болған жағдайда сол алғашқылардың сол өз еркімен бір амал тауып біз жеке меншік сондай бір жеке бір келісімдер арқылы
барып сол керемет жақсы үлкен ғалым болып қазір қалыптасып, мүліктанушы, қазақ тілінің, түрік тілінің маманы мына Ерғали Есбосын. Ана мінберге шығып, 2-3 сөз қысқа нұсқа айт. Ол құрметті әріптестер, құрметті ағайлар, қонақтар, Ерден аға біраз көбірек айтып қойды енді әрине. Өйткені бауырлас Түркия елінде оқып келген, оқып жатқан, және де қашанда оқитын, тағы да оқи беретін жастар көп болады, оған сенімдіміз. Ал енді осы жұмысқа байланысты айтсақ, әрине сәттілік тілейміз. Көптен бері осындай отырысты, осындай шешімді тосып жүрдік, біраз жұмыс істедік, соның нәтижесін көріп отырмыз. Бәріңізге сәттілік тілеймін, аман сау болыңыздар. Тамаша, көп рахмет. Дәл осылай енді қысқа лебіз тыңдауымыз керек қой, естуіміз керек. Қазір Руслан Арзиев, бұл кісі де орта ғасыр маманы, түрколог. Одан кейін Шыңғысхан, біздің Жаналтай қысқасында айтасың, шетелдегі қазақтарға латынша керек па, Кирилл деп болғанымыз дұрыс па, қысқасын айтқанымыз. Содан кейін Хакім Омар өзінің бір дауысын бізге естіртеді. Бұл жақсы білесіздер, әрі ғалым, әрі жазушы, әрі Атымтай Жомар, үлкен тұлға, біздіңіміз түркітану орталығы тарапынан көптеген жұмыстар асырып келе жатырмыз. Сосын Галинур Махпиров, біздің ақсақалымыз, нүктесін қояды. Осы бөлімді бітіргеннен кейін Мұхтархан Оразбайға сөз береміз. Ол кісіге енді 3 минут уақыт береміз, көбірек. Ол кісі әліпби жөнінде пікірін білдіреді, сосын кітап көрсетеді, сонымен жиынымызды бітіреміз. Рахмет. Рахмет, сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Енді бүгінгі өткізіп жатқан шараны қолдаймын. Енді орын айтқан сияқты өзімдің бір жеке пікірлерім бар. Енді қазір өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау референдумдың алдында бір мемлекеттік тіл болу керек деген мәселені қойып жатыр. Сол егер бір мемлекеттік тіл болса, ол бір мемлекеттік жазуда болу керек. Мысалы, Қазақстанда басқа да ұлттар бар, олардың, мысалы, орыстардың өзінің мектептері бар, бас бар деген сөз, ұйғырларда, өзбектерде солай. Мен бағана 32 әріпті көргеннен кейін мен қуандым. 32 әріптің ішінде осының негізінде ұйғыр әліпбиін жасайтын болсақ, латын негізінде. Ол кезде бізге жеңілдеу болады деп ойлаймын. Сол сияқты мысалы кейін бәрі орыстарда осы латынға көшу керек, Қазақстанда орыстар. Сондықтан мына 32 әріп меніңше дұрыс деп ойлаймын. Рахмет. Көп рахмет, мырза. Шыңғысхан бауырымыз, Жаналтай. Сосын жаңа мен көне түркі деп айтып жатырмыз, арамызда танымал көне түркі бағыты бойынша ғалым отыр. Жанар Абитжан, сізді бір ауыз сөз айтасыз. Құрметті осы жиынға қатысушылар, құрметті ағайдарымыз, апайдарымыз, сөзім енді мен тіл маманы емеспін, және де осы жалпы өз жеке ойымды айтатын болсам, әрине мен Түркиядан өз еліне оралып келген қазақ болып келгенде кірісің бізге ол жерде оқып шетелде қиын. Сондықтан осы түрік халықтары бір болса деген әліппеден бастап, сөйледен бастап бірімізге жақындасақ, өте жақсы болады. Оны жалпы осы жерде өз тілінен, өз жұмысын мамандары үлкендеріміз айтқандай, осындай іс-шаралар ойдар болса, және осы бір дыбысқа бір әріп сәйкес кететіндей жалпы осы идея аймағында болса, өте жақсы болар еді. Қалған тілдерге де жақын достасуға, және де тағы осы жалпы алғанда түркі дүниесіне өте жақсы бір жақындау болатыны деп ойлаймын. Сөз бергеніңіз үшін рахмет. Көп рахмет, Шыңғысхан бауырымыз. Енді мына көне түркі тілінің маманы, қысқа Жанар, әрі қазақ тілінің маманы, жақсы ғалым Жанар Абитжанова.
құрметті ғалымдар, армысыздар. Біздің мынау латын негізді осы жаңа өзіміздің қазақтың тілінің табиғатына сәйкес төл әліпбиімізді жасауымыз керек. Ол кезек күттірмейтін мәселе. Ол енді саясатқа әрине бұл тіл ешқашан араласпау керек. Өзінің даңғыл жолы бар, даңғыл тарихы бар. Сонау ертеден бері қарай келе жатқан қай ескерткішті алсаңыз да, қай дәуірді алсаңыз да, сонау ертеден келе жатқан қаймағы бұзылмаған біздің тіліміздің табиғаты тереңде жатыр. Соны айқын көрсету үшін осы тарихи сәтте латын негізді графикаға көшуде тіліміздің табиғатына сәйкес әліпбиді таңдап және дұрыс оны құруымыз керек. Сондықтан бастамамыз өте жақсы, қолдаймын сіздерге. Рахмет. Рахмет. Әділет Ахметұлы қосылып отыр. Біздің ақын, ғалым, қазақ әдебиеті. Сен қысқаша сөз, өте қысқа сөз айтшы. Енді бәріміз бір-екі сөз айтып отырмыз ғой. Өте қысқа даусыңды былай білдір. Қоғам жұртқа, содан кейін Хакім ағаны тыңдаймыз. Ассалаумағалейкум, зиялы қауым. Естіліп тұрған болар менің даусым? Кешірек қосылып қалдым. Аңшының кешіккеннен дәмет деген қазақта бір жақсы сөз бар еді. Біздің мынау латын әліпбиінің соңғы нүктесі қойылғаны қатты кешікті, сол кешіккен негіз жақсы болды. Жаңа Қазақстанның дәурені басталып жатқан кезеңде осы жоғарыда айтылған үлкен проблемалар, түйткілді мәселелерді негіз президенттің құлағына жеткізу керек деген пікірді мен қатты қолдап отырмын, шынымды айтсам. Бұл біздің осы латын әліпбиіне көшсек, қазақ кезіндегі Ахмет Байтұрсынның арманындағыдай, кеше өтіп кеткен Әлімхан Жүнісбек ағамыздың сол кісінің ұстанымдарындағыдай, осы бір ғасырлар бойы келе жатқан дәстүр сабақтастық сақталса, тіліміздің төл заңдылығы ешбір басқа ұлттың жаңағындай дыбыстарына икемделместен өзіміздің төл заңдылығымыз сақталатындай болып көшсек, онда құба-құп болар еді. Сондықтан кешігуінің өзі біз үшін бір жақсы кезең болды. 4-5 жыл осы басында ой оңға саны санға бөлініп кетіп еді жұртымыздың. Сондықтан бір жақсылықтың басы деп ойлаймын. Өз басым қатты бастап жатқан осы сізге бастаманы қолдаймын. Рахмет сөз бергеніңізге. Сен жақсыңды Хакім мырзаны тыңдайық. Жоқ, ана жерден. Өйткені жазылып отыр бәрі. Ютубқа ертең әдемі жазылады. Ислам Жарылғапов ағамыздың қасында көп болдым. Аяқталмай, сода Секең кәдімгідей ренжіп, Мұқаңның өзі мынау неге салынып кетті ғой. Мынау енді орыстың әсеріне, содан ол кісі де сондай өзінің фамилиясын солай алды ғой деп. Сондықтан енді бұл әрине енді орысша ойлағаннан кейін орыстың ықпалы өте зор болды. Сол енді әрине мен қолдаймын, енді бізде бір жалпы ортақ әліпби болған. Ол енді жаңағы қарындасым да сөйлеп жатыр. Бір жағынан енді қаншама шығын кетеді енді. Ол енді мен басында осыдан бір 20-30 жыл бұрын айтып жүрдім. Бізде осы орыс тіліндегі кириллді кәдімгідей дұрыстап орнына келтіріп, латын әрпін параллель ретінде, одан кейін жаңа көне түркіміз бар, оны да параллель ретінде осы ғалымдар баяғыда жасап қоюға болар еді. Баяғыда. Қазір енді қаншама біздің неміз, дүниеміз осы кириллда қалады.
қаншама енді Әзербайжанның қиыншылығын өздеріңіз білесіздер. Өзбектің бастан өткен, латын өткен кезде қиыншылық қаншама бастан өтті. Енді соның бәрі ескерілетін шығар енді Ереке. Түсінемін, сіздер шырылдап жүрсіздер, өйткені сіздер енді нағыз осы тілші мамансыздар. Әрине біздің енді үлкен бір реформа қажет. Сол бірақ та реформа біздің енді жалпы қазаққа зиян тимес екен деймін. Рахмет. Рахмет, Хакім. Енді 90 ауыздың тобықтай түйіні Валинур Ұйғыр ұлы Махпиров бәрін бастаған осы кісі 91 жылы қол қойған Мармараға барып, қасында Әлімхан Жүнісбек болды, Көбек Құсайынов болды. Біз де болдық. Тәуелсіздік әлі біз алмаған кезде қол қойған. Құрметті әріптестер, мынау қазақ тілінің жаңа әліпбиге өте маңызды мәселе. Неге десеңіздер, Қазақстанда жасап жатқан 300 мыңға жақын ұйғырлар да оны күтіп жатыр. Неге десеңіздер, қазақтар өткенден соң біз тезде өте салаттық латин алфавитіне. Неге десеңіздер, бізде ол проекттер талқыланып дайын тұр. Тек қана сіздерді күтіп жатырмыз. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, Ерекең де көп айтып жатыр. Чағатайлар, қарайшайлар, балқарлардың, татарлардың тіліне қиындап оқығанда қиындықта ұшыраймыз дейді. Бірақ тағы бір жағдай бар. Бір халықтың бір-біріне оқи алмайтын жазулар бар. Шығыс Түркістандағы 2 миллион қазақ халқының, Шығыс Түркістандығы 12 миллиондан артық ұйғыр халқының жазу білесіңдер, араб негізінде төте жазу. Оны бір-біріміз оқи алмаймыз. Мамандар оқиды ғой, бірақ қарапайым халық оқи алмайтын жағдайда келдік. Оны да мен ойлаймын, біздің қандастарымыз, бауырларымыз Шығыс Түркістандағы оны да күтіп жатыр. Onların da inşallah sol Latin alfabege öğretim meselesi şişler деп ойлаймын. Рахмет. Көп рахмет. Осымен бірінші бөлім бітті. Хатты жолдаймыз, байланыста боламыз. Қол қоям деген азаматтар, азаматшалар, әріптестеріміз қолымызды қойып, әдемі хатты жолдаймыз. Енді ең соңғы сөз, әрбір жаңа бір өзінің кітабын бізге қысқаша түсіндіріп айтып береді. Әрі Мұхтархан Оразбай мырза, жаңа мен басында айттым ғой, бұл тарих ғылымның докторы, әрі профессор, әрі ақын. Сондықтан алыстан ат терлетіп Түркиядан арнайы келіп отыр. Елге, Мұхтархан, сен қазір сөз сөйлейсің, және бүгінгі жиынымызды аяқтайсың. Бір бата сияқты сондай бір әдемі қорытынды бір сондай бір сөзді айтасың. Сонымен баршаңызға рахмет айтамыз. Рахмет. Бүгінгі әлемдік желіде жалғанып отырған достарымызға, Қазақстан Алматыдағы қатысып отырған бүкіл ғалым, тіл маманы, әр саланың мамандарына рахмет. Бұл істі бастап отырған ең алдымен Ерекеңе рахмет айтқым келеді. Ерекеңе мен 1980 жылдарда Компартияның басшылық етіп тұрған Қазақстан дәуірінде таныстым. Содан бері міне әлі соның сарқын жақтарымен алысып, бүгінге жеттік. Ескі Қазақстанды жеңіп, жаңа Қазақстан құрғалы ертеңгі 5 күнін күтіп отырмыз. Дәл осы қарсаңында мынандай бір жаңа қазақ әліпбиін алып келуі бүкіл қазақ үшін үлкен мәртебе деп білемін. Бұл біздің ендігі ұрпағымызды жақсы тәрбиелеуге мұрындық болады. Өйткені қазақтың әліпбиі бүкіл әлемдік түрік әлемінің негізгі кіндігі. Бізде өзгермеген бір 4 дауыс бар. Соған дұрыс таңбалап алсақ болғаны. Ол, мысалы, ың, ғы,
сияқты өте күрделі дауыстар. Бұл енді басқа біздің түрік тектестердің бәрінде қалмай қалды. Әсіресе ың дыбысы менен ғы дыбысын өте үстінде тұру арқылы алып қалуды көздеу керек. Оның келешекте біздің тұтастығымыз үшін үлкен мәні бар деп қараймын. Сол үшін біздің ісімізге сәт бұны жаңа Қазақстанның жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқайұлы мырза да қабылдайтын болар. Өйткені ол азаматтың көргені, білгені, оқығаны, тоқығаны өте жоғары. Оның пайымына баратынына сеніміміз кәміл. Бүкіл дүние жүзіндегі осы түріктектес халықтардың, әсіресе қазақ әліпбиіне, қазақ тілі мен мәдениетіне зерттеу жүргізіп отырған ғалымдардың бәрі осы әліпбиді қолдап отыр. Сондықтан ол кісінің қолдайтынына сеніміміз кәміл. Бұл хатты кетуін, сол кісіге жолдануына мұрындық болған Ерденге және осы отырған ғалымдарға рахмет айтқым келеді. Ал сөзімнің соңында менде баяғы жаңағы өзіміз жыртысын жыртып жүрген осы салада біраз еңбектендім. Таяуда 1000 беттен асатын бір кітапты Евразия және қазақ тарихы дейтін, Қазақстан тарихы емес, онда айтпай, Евразия және қазақ тарихы. Бұл енді біздің 5000 жылдық тарихта біз бармыз ба жоқпыз ба? Кім біз? Дейтінді ортаға қойдық. Бұнда сіздерге өте қызықты болатын Орхон жазуының 300 жылдың алдында Жібек матаға түсірілген нұсқасының, түп нұсқасының аудармасын берді. Бұл Пекин кітапханасында әлі күнге сақтаулы тұр. Ели Сутай дейтін атақты Манжур генералы оны арнаулы барып, сол жерде ол кезде қазірге құлап кетпеген 20-ға жуық тастың тұрған кезі, қазірде 2 тасқа түсіп қалған кез емес. Барлығының аты жөні түгелдей бар. Бұның аудармасын бердім. Онан кейін 65 тараудан тұратын Шыңғысханның заңын бердік осы кітапта. Ал онан басқа не жасай қойдыңыз дегенде, бұл бүкіл әлемде батыс центризмі дейтін болған соңғы 100 жылда. Бізден басқа да мәдениет болмаған. Бізде гәне мәдениет болды. Рим мәдениеті, грек мәдениеті, анау батыста гәне болды. Соның жауап ретінде қазақ мәдениетінің 5000 жылдығы. Өйткені ең алдымен 5 мәдениетінің болғандығын дәлелдеді. Біріншісі, әлі тас дәуірінде басқалар үңгірден шыға алмаған кезде біздің үй мәдениеті, киіз үй мәдениеті болғандығын. Ал соған қоса арба мәдениетінің болғандығын. Арба мәдениетінің бірлікте ат мәдениетінің болғандығын. Ат мәдениетімен бірлікте ет мәдениетінің, ет мәдениетімен бірлікте от мәдениетінің болғандығын. Осы 5 мәдениетпен біз осы Евразия даласында бүкіл әлемдегі ең ірі үстемдік жүргізуші мемлекетті құрғандығымызды әйгіледім. Бұл 5-еу болмаса, біз бүгінге дейін 18 ірі мемлекетті құра алмас едік. Осы 18 ірі мемлекеттің бүкіл адресі Қазақстан. Сондықтан Евразия және Қазақстан дейтін тарихты бітірдім. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің бастаған ісіміз осы жаңа Қазақстанның жаңа күніменен жайнай берсін. Алфавитіміз сонау мінбелерде алтын әріппен жазылып, жаңаша бір бейнемен көзге түсе берсін. Сіздерге рахмет. Көп рахмет. Енді осындай әдемі, жақсы, сондай мазмұнды баяндама жасаған үшін Мұхтархан және үлкен еңбек, кітабын өз қаражатына Алматыға келіп, Қазақстанға келіп шығарып отыр. Осы Мұхтарханның бүгінгі тұсаукесердің басы деп есептейік. Осы жиынды, бұл жиынға қатысып отырған Әл-Фараби атындағы ұлттық университетінің түркітану және тіл теориясы кафедрасының меңгерушісі, танымал түрколог Раушан ханым айтып отыр. Осы кітаптың тұсаукесерін біз Әл-Фараби университетінде жасауға қона дайынбыз деп отыр.
Сондықтан осындай бір жиындардың жақсы нәтижелерінің бірі осындай бір жағдайлар деп есептейміз. Бүгін ең басты мәселе, біз жаңа Қазақстан құрып жатырмыз. Жаңа Қазақстанымыз бүгінгі Қазақстаннан әлдеқайда жақсы болады деген үмітіміз зор. Жаңа Қазақстанға жаңа әліпбимен баруымыз керек, және жаңа әліпбиіміз тіліміздің табиғатына, заңдарына сай әліпби болады деген үмітіміз зор. Баршаңызға алғыс білдіреміз, байланыста боламыз, хаттың үлгісін баршаңызға жолдаймыз. Содан кейін ортақ таса редакцияланған нұсқаны 2-3 күннің ішінде жоғары жаққа жеткіземіз және халыққа да білдіреміз. Көп рахмет баршаңызға.